Жақында маған пенсияға шығып кеткен кісі хабарласқан болатын. Бұл кісі өз ИП-сан пенсияға шықты, бірақ пенсия суммасы өте аз көлемде болды деп хабарласқан болатын. Мен бұл кісіге қайта санату үшін құжаттардың барлығын алдым, сосын барып ГЦБ-ға жібердім. ГЦБ-ға барып бұл кісі уведомление алып келді. Уведомлениені қараған кезде бұл кісінің бүкіл еңбек өтілі есепке алынған, бірақ жаңағы табысының жартысы есепке алынбай кеткен. Сөйтіп бұл кісінің ИП-сының тексерген болатын. ИП-сындағы зейнетақы аударымдар мен социальный отчисленияны тексерген кезде екеуінің төлемдері бір-біріне сәйкес келмегендіктен табысының жартысы расталмай кеткен. Сосын біз жаңағы ИП-ның социальный отчисление, пенсионный отчислениені бір жаңағы дұрыстап төлеп қайта санатуға бердік. Нәтижесінде бұл кісі өзіне тиесілі табысы расталып, жақсы зейнетақы алды. Сол себепті сіздер егерде ИП-дан пенсияға шығатын болсаңыздар, міндетті түрде ИП-ның төлемдерін тексеріңіздер. Социальный отчисление, пенсионный отчисление бір-біріне сәйкес болмаса, табыстарыңыз расталмайды.